Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушыларым? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге түрлендіретін формулалар. Мінекей, мен 6 формуланы дайын түрде оқулықта бердім. Қазір формуланы есте қалай сақтаймыз, соны айтып өтейін. Синус альфа плюс синус бетта. Екеуінде де синус болып тұр ғой, бұрыштары альфа және бетта. Бірінші 2 деген сан, неке көріп отырсыңдар, синус, косинустардың бәрінде де коэффициент 2 деген міндетті түрде болады. Екеуі де синус болған кезде синус, косинус, синус болып ауысады. Ал бұрыштарға қарасақ, барлығында да альфа плюс бетта біріншісіндегі тұрған формулалар сақталады. Альфа плюс бетта бөлу 2, екіншісінде альфа минус бетта бөлу 2. Мінекей, бұл бұрыштары, мына жердегі бұрыштар бар, төртеуінде де сақталады. Және 2 бәрінде де сақталады. Синусқа келген кезде синус косинус деп аталады, және косинус синус болып айтылады. Екеуі де косинус болған жағдайда, егер плюс болса, онда 2 косинус жүреді, минус болса 2 синус жүреді. Және мына жерде таңба минус болады. Мынаны ескертейін, егер мына бірінші альфадегі бұрыш кіші болып, екінші бұрыш үлкен болса, онда мына минусты алып тастап, мына альфа мен беттаның орнын ауыстыруға болады. Яғни бетта минус альфа деп жазуға болады. Мінекей, мына алғашқы 4 формула бойынша осылай есте сақтауға болады. 5-ші және 6-ші формулада тангенс альфа плюс тангенс бетта, бұл бізде бөлшек түрінде болады. Жалпы бұлай есте сақтайық. Тангенс дегеніміз синустың косинуске қатынасы ғой. Сондықтан синустың косинуске қатынасы деп есте сақтаймыз. Және альфа плюс бетта болып тұрған кезде жақшаның ішінде альфа плюс бетта болады. Ал бөлімде көбейтінді де альфа бетта болып реттілігі сақталады. Минус болған жағдайда тангенс альфа минус тангенс бетта. Дәл осы формула тек мына жерде альфа минус беттаға сәйкес жақшаның іші альфа минус бетта, қалған бөлімі сол күйінше. Қазір осы 6 формуланы пайдаланып біз бүгін есептер шығаратын боламыз. Қазір бірінші 27-де 4-ші есеп бөлшек түрінде берілген. Косинус 25 градус минус косинус 85 градус. Бөлімінде синус 25 градус плюс синус 85 градус. Бөлшектің алымы бізде қай формулаға келіп тұр? Бөлшектің алымы бізде 4-ші формулаға келіп тұр. Косинус альфа минус косинус бетта. Бөлшек сызығын сызамыз. Жаңа айттық, 2 деген коэффициент үнемі жазылып отырады алдында. Ал бізде не бар? Косинус альфа минус косинус бетта. Синус бар, қазір минусты қоймай тұрмын, айтып түсіндірем. Синус альфа плюс бетта дейді. Яғни 25-ке 85-ті қоссақ 110 болады. Оны 2-ге бөлеміз, 55 болады. Сонда синус 55 градус деп қойсақ болады. Көбейтілген тағы да синус. Енді 25-тен 85-ті алуымыз керек қой. Мен жаңа айттым, егер бірінші бұрыш кіші болса, екінші бұрыштан, онда мына алдындағы минусты қоймай, беттадан альфаны алсақ болады. 85-тен 25-ті алсақ 60 болады. 60-ты 2-ге бөлсек 30. Бөліміне қараймыз. Синус альфа плюс синус бетта. Ол бізде мына бірінші формула бойынша. Мұнда да 2 бар коэффициентіміз. Синус альфа плюс бетта 25 пен 85 жаңағы қосып 2-ге бөлеміз, 55 градус. Көбейтілген. Екіншісі бізде косинус. 25-тен 85-ті бұнда ал орындай бөлуге болады, өйткені косинус жұп функция ғой. Сондықтан минус 60-ты плюс 60 болады деп есептеймізде, 2-ге бөлеміз, 30 градус. Тең, әрі қарай. Бөлшектің алымындағы және бөлімдегі екілер қысқарады, және синус 55 пен мына синус 55 бізде қысқарып кетеді. Ал синус 30-дың косинус 30-ға қатынасы бізде нені береді? Тангенс 30-ды береді. Тангенс 30 градус. Ал тангенс 30-дың мәні неше кетең бізде? 1 бөлінген түбір асты 3 дейміз, немесе түбір асты 3 бөлінген 3 дейміз.
Мынау біздегі берілген есептің жауабы. Оқушылар, қазір мен мына 27-де 3-ші есепті былай көрсетіп жіберейін, бірақ өздерің аяқтап шығарасыңдар. Егер синус альфа плюс творасты 2 бөлінген 2 болып мынандай түрде келсе, өрнек, онда тригонометрияға қатыс болып тұрған синус альфаның өзін жазамыз да. Творасты 2 бөлу 2 синустың неше градусында? Синус 45 градуста. Мінекей, осылай ауыстырамыз да, әрі қарай өздеріміз шығарамыз. Яғни синус альфа плюс синус бета бірінші формулаға саласындар. Есеп әрі қарай жеңіл. Келесі есеп бізде 27-де 6-шы есеп, 4-шісін көрсетейік. Мінекей, біреу тангенс, біреу котангенс болып тұр. Біз енді былай жасаймыз. Өткенде мен айтқанмын. Мына жердегі бұрыштарды қосқан кезде 90 болса, біріншісін екіншісі арқылы ауыстыруға болады деп. Олай болатын болса, тангенс 85 градустың өзін жазайық, плюс енді котангенс 85-тің орнына тангенс 5 градус деп жазамыз. Мына 85 пен 5-ті қоссаң 90 болып отырса, болды. Тангенсті котангенске ауыстыруға болады, котангенсті тангенске ауыстыруға болады. Ал мынау бізге енді таныс формула 5-ші формулаға келді. Бөлшек бізде синус 85-ке 5-ті қоссақ 90 градус. Бөлімін жазамыз. Косинус 85 градус. Көбейтілген косинус 5 градус. Косинус 5 градус. Әрі қарай синус 90-да нешеге тең бізде? 1-ге тең. Ал косинус 85-ті біз синус 5 градуспен ауыстырайық. Жаңағы мына тангенске пайдаланған формула бойынша. Ал косинус 5 градусының өзін жазып қоямыз. Енді мынау бізде синус 2 альфаның формуласына келейін деп тұр, бірақ бізде 2 жоқ болып тұр алына. Сондықтан біз бөліміне де алымына да 2 көбейтіп жазамыз. Сол кезде бізде 2 бөлімінде 2 синус альфа, косинус альфа болады. Бізге синус 10 градусты. Демек, бөлшек бізге шыққан нәтижеміз 2 бөлінген синус 10 градус болады екен. Келесі есеп 27-де 9-шы есеп. Мына есепті шығару үшін біз былай жасайық, балдармен былай көрсетейін. 2 синус квадрат 49-ның өзін жазып алып, мына минус 1-ді синус 49 градус, синус квадрат 49 плюс косинус квадрат 49 градус деп жазып қояйық. Яғни синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфаның формуласы бойынша бөлімге қараймыз. Косинус альфа минус косинус бета. Ол бізде 4-ші формула. Минус 2 синус екеуін қосамыз ғой, 49-ға 53-ке 37-ні қоссақ бізде 90 болады. 90-ды 2-ке бөлсе 45 градус. Көбейтеміз. Синус. Енді азайтамыз. 53-тен 37-ні алсақ 16 қалады. 16-ны 2-ке бөлем 8 градус болады. Әрі қарай. Енді мына жерде мен тақтаны былай жасаймын. Мен тақта болғаннан кейін мына жақшаның алдындағы минусты ескеремін. Сол кезде мына жақшаны алып тастаймын. Мына жер минус болады. Ал мына минуста плюс тамғабыз бізде минусқа өзгереді. Ал әрі қарай есептеп жазып жіберсек, 2 синус квадрат 49-дан синус квадрат 49 алсақ, бізде косинус 1 синус квадрат 49 қалады. Мен мына жаққа жазайын, енді сыймайды. Синус квадрат 49 қалады. Минус косинус квадрат 49 градус қалады. Және бізде бөлшектің бөлімі минус синус 45-те түбір асты 2 бөлу 2 көбейтілген синус 8 градус өзі жазыла береді. Әрі қарай мына екілер қысқарады бізде. Таңба. Енді мына бөлшектің алымын қараңдар. Синус квадрат 49 минус косинус квадрат 49. Егер косинус квадрат 49 бірінші жазылып минус синус квадрат болған кезде косинус 2 альфаны беретін еді ғой. Ол орындары ауысқандықтан минус косинус 49 көбейту 2 49-ды береді ғой. Сонда болады 98 градусқа. Косинус 2 альфаның формуласы бойынша бөлімінде минус, түбір асты 2 қалды, синус 8 градус. Ал мына минустар кетеді, сонда плюс болып кетеді екеуі. Ал косинус 98-ді біз келтіруге салайық. Косинус 90 градус плюс 8 градусқа салайық. Бөлімі
түбір асты 2 синус 8 градус болып тұра берсін. Тең әрі қарай бөлшектің алымындағы келтіру формуласы косинус 90 градуста синусқа ауысады. Синус 8 градус болады. Және 90 плюс альфа бізде нешінші ширек? Екінші ширек. Екінші ширекте косинустың таңбасы теріс. Мына жерге минус таңба қоямыз. Бөлімі өз күйінше жазылады. Түбір асты 2 синус 8 градус тең. Мына синус 8 градустар қысқарып кетеді. Минус 1 бөлінген түбір асты 2 қалады. Немесе бөлшектің бөлімін радикалдан құтқаратын болсақ, минус түбір асты 2 бөлінген 2. Қазір келесі шығаратын есебіміз балдар 27-де 16-шы есеп С тобындағы мынандай түрде берілген өрнектің мәнін табыңдар дейді. Біз қазір бұлай жасайық. Мына тангенс 9-дің өзін жазып алайық. Тангенс 9 градус. Сосын мына соңғы тұрған тангенс 81-ді плюс тангенс 81 мен біріктіріп жазайық. Әрі қарай минус тангенс 63 пен минус тангенс 63 градус. Мына жерде минус тангенс 27 градус. Әрі қарай мына екеуін формула пайдаланамыз. Тангенс альфа плюс бета мына формулаға. Ал мына жерде екеуін таңбасы бірде ғой, біз былай жасайық. Мына жерден жақша қояйын. Сол кезде мінекей өрнек мына тұрға болады. Ал мына өрнекке формуланы пайдаланайық. Синус 9 градусқа 81-ді қоссақ 90 градус болады. Синус 90 градус. Бөлімінде косинус 9 градус. Косинус 9 градус, косинус 81 градус болады екен. Минус. Енді екінші жақшаның ішінде өрнекке пайдаланайық. 63-ке 27-ні қоса, онда да 90 болады. Демек, синус 90 градус деп жазамыз. Синус 90 градус бөліміне косинус 63, косинус 63 градус және косинус 27 градус. Косинус 27 градус. Әрі қарай. Синус 90-да бізде 1-ді береді. Косинус 9-ның өзін жазайық та. Косинус 9 градустың өзін жазайық. Ал косинус 81-ді синус 9-бен ауыстырайық. Оны айттым ғой. Синус 9-бен ауыстырамыз. Яғни 81 мен 9-ды қосқанда 90 болатын болғандықтан. Минус, екіншіге де солай жасайық. 1 бөлінген қайсысы көп? Мына косинус 27-ні қалдырайық та, косинус 63-ті синус 27-ге өзгертейік. Синус 27 көбейтілген косинус 27. Әрі қарай. Мына бөлшектің бөліміндегі формула синус альфа, косинус альфаге келіп тұр көбейтіндісіне, бірақ 2 жетпей тұр. Сондықтан бөліміне және алымына 2 қояйық. Формулаға келтіру үшін. Сонда бізде алымында 2 болады. Бөлімінде синус альфа, 2 синус альфа, косинус альфа бізде синус 2 альфаны береді. Ол бізде болады синус 18 градус. Екінші минус, онда да солай 2 бөлімінде синус 2 альфа, синус 27-ні көбейтеміз 54 болады. Синус 54 градус. Енді кәдімгі қарапайым бөлшекті ортақ бөлімге келтіру. Синус 18 көбейтілген синус 54. Бірінші бөлшекпен бұлан жерден бұлай жаста жіберейін, балдар. Екеуінен 2 ортақ көбейткі шығып кетті дейікті. Синус 54 градус минус синус 18 градус тең. Бөлшек сызығын сызамыз. Әрі қарай. Синус альфа минус синус беттаның формуласына саламыз. Екінші формулаға жаңа жазған. 2-ні жазып қояқ, өзінің 2-сін. Ол формула бізде бұлай болады. 2 синус, екеуін қосамыз. 54-ке 18 қоссақ бізде 72 болады. 72-ні 2-ке бөлсек 36 градус болады. Көбейтілген. 54-тен 18-ді аламыз. 36, 36-ны 2-ке бөлсек 18. Яғни косинус 18 градус болады.
градустарын жазып қояйық. Бөлімін өз күйінше қалдырамыз. Синус 18 градус. Бөлімінде синус 54 градус. Мына жерде балдар синус 54 градус. Так, ой, балдар, кешіріңдер, мына жерде бізде синус альфа минус синус беттада бірінші косинус жүреді, екінші синус жүреді. Мына жерді өзгертіп жіберейік. Мына жерде бізде минуста косинус жүреді ғой, косинус бірінші жүреді, синус екінші жүреді. Некеген жөндеп жібердік. Әрі қарай тең. 2 мен 2-ні көбейтсек бізде 4 болады. Қазір мінекей мына синус 18 бен синус 18 қысқарып кетеді. Косинус 36-ны қалдыра берейік, 4 косинус 36 градус дейміз. Бөліміне синус 54-ті косинус 36-мен ауыстыра қояйық. Сонда косинус 36-тар қысқарып кетеді. Бізде есептің жауабы 4-ке тең болады екен. Мінекей, құрметті оқушылар, біздің осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Біздің сабақтарымыз ұнаса арнаға тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып отырыңдар. Сыныптастармен бөлісіп отырамыз. Енді келесі сабақ бізде керісінше көбейтіндіні, осы тригонометриялық функциялардың көбейтіндісін қосындыға түрлендіру формуласы болады. Келесі сабақта кездескенше.